Өткен ғасырдың орта шенінде электронды есептеу машиналарының пайда болуы үлкен жаңалық болды. Адамдар алғашында компьютердің бір уақытта көптеген тапсырмаларды қатесіз орындау қабілетіне таң қалды. Уақыт өте есептік техникалардың мүмкіндіктері арта түсті. Бұл жасанды интеллекттің алғашқы технологиялары пайда бола бастаған кезең еді. Осы күнге дейін ғалымдар адам секілді ойлап түйсінетін робототехникаларды жасауға тырысып келеді. Әзірге дәл ондай құрал ойлап табылған жоқ. Бірақ жаңа технологиялардың дамуы көптеген қызметтерді адамның қатысуынсыз алуға болатынын көрсетті. Мәселен, бүгінде жасанды интеллект арқылы мәтін жазуға, оны басқа тілдерге аударуға, телефон қоңырауына жауап беруге, сурет салуға және түрлі бейнероликтерде жасауға болады. Тіпті соңғы уақыттарда телеарналардан жасанды дикторларды да көріп жүрміз. Мамандар жасанды интеллекттің артықшылықтары көп болғанымен, оның қауіпті тұстары да бар дейді. Мәселен, кейбір саланың мамандары жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондай-ақ адамның келбеті мен дауысын пайдаланып, алаяқтық жасайтындар көбейеді деген болжам бар. Десе де жасанды интеллекттің мүмкіндіктері күн санап артып келеді. Бастысы, адамзат игілігіне жараса болды.